сайтыңызға контексттік жарнама, таргетингтік жарнама арқылы трафик жіберіп көрдіңіз бе? Егер бұған дейін сайтыңыз болған болса және сайтыңызға осы жарнамаларды қолданып трафик жіберген болсаңыз, онда сіз білуіңіз керек маңызды ақпараттарды мен осы видеода бөлісетін боламын. Сәлем достар, менің есімім Майбек Өшкен, мен кәсіби интернет-маркетологпын. Достар, егер де сізде сайт болса, ол қарапайым болсын, лендинг пейдж болсын, немесе интернет-дүкен болсын, сіз бірнеше факторларды ескеруіңіз керек. Ол факторлар сіздің сайтыңыздың сәтті жұмыс жасауына, сатылымыңыздың дұрыс орындалуына және жарнамалық бағаларыңыздың төмен болуына әкеп соғады. Ең бірінші мәселе ол сайтыңыздың оптимизациясы. Яғни жарнаманы жібермес бұрын міндетті түрде сайттың оптимизациясына көңіл бөліңіз. Яғни сайттың жылдам жұмыс істеп тұрғандығына баса назар аударыңыз. Мынандай жағдайды елестетіп көріңіз. Сіздің жарнамаңыз Google-да топқа шықты және Facebook пен Instagram-да айналып жатыр. Осы жарнамаларыңызды көрген адамдар клик басу арқылы сіздің сайтыңызға өтеді. Осы кезде өте маңызды факторды ескеруіңіз керек. Егер де осындай жағдайда сіздің сайтыңыз 3 секундтан ұзағырақ ашылатын болса, онда, яғни толық ашылып бітуіне 3 секунд кететін болса, онда статистика бойынша адамдардың көпшілігі кері қайтады. Яғни сіздің сайтыңыз жұмыс істемей тұр деген ойда болады да, ол сайтты не жабады, не болмаса шығып кетеді, яғни кері жарнама орналасқан бетке қайтадан қайтады. Бұл өз кезегінде сізге қаржылық тұрғыдан тиімсіз, яғни сіз белгілі бір дәрежеде бұған ақша жұмсайсыз. Яғни бір кликтің бағасы мысалы сізде 10 цент болса, 1000 адам кірсе, сіздің бағаңыз белгілі бір дәрежеде қалтаңызға тиетін болады. Бұл Facebook'ке, Instagram'ға және Google-ға үлкен сигнал. Себебі сіздің сайтыңызға кірген адамдар кері шығып кетіп жатса, онда сіздің жарнамаңыздың бағасы бірден өседі, яғни әр кликтің бағасы өседі. Және соған сәйкес Facebook, Instagram, Google сіздің жарнамаңызды неғұрлым аз аудиторияға көрсете бастайды. Себебі бұл жарнама актуалды жарнамалардың қатарынан болып саналмайды. Яғни неғұрлым маңызды емес жарнамаларға кіргеннен кейін сіздің жарнамаңыз неғұрлым қымбат бола бастайды және соған сәйкес сіздің жарнамаңызды аз адамға көрсете бастайды. Яғни қамтуы бірден төмен түсетін болады. Екінші ескеретін мәселе, сізде міндетті түрде сайтыңыздың ұялы нұсқасы болуы керек. Ұялы нұсқаны міндетті түрде тексеріңіз. Себебі сіздің қолданушыларыңыздың қазір басым көпшілігі ұялы нұсқада қолданады. Себебі адамдар 60%-дан көбі ұялы нұсқада ашқанды құп көреді. Себебі кез келген ақпаратты іздеген кезде, не болмаса әлеуметтік желілерді біз лентамызды қопарған кезде көбінесе ұялы телефонды қолданамыз. Сондықтан да ұялы нұсқада ашылуына баса мән беріңіз. Бұл өте маңызды. Егер осы ақпараттарды сіз ескеретін болсаңыз, онда сіздің жарнамаңыз біріншіден арзан болады, екіншіден тиімді әрі нәтижелі болады. Сондықтан да лендинг пейдж болмаса сайттарды жасаған кезде абай болыңыз. Міндетті түрде программистіңізге тапсырма беріңіз, яғни оптимизациясын қадағаласын. Егер де сіз өзіңіз жасаған болсаңыз, онда міндетті түрде платформалардың жұмыс істеу жылдамдығын күнделікті кіріп тексеріп отырыңыз. Сондықтан да бұл өте маңызды ақпарат. Осыны өз кәсібіңізде және практикаңызда қолданып көріңіз. Бұл өте маңызды ақпарат. Сіз үшін өте пайдалы боларына сенімдімін. Қолданып көріңіз. Келесі видеолар сериясында жүздескенше.